Қанша ақшаны мен бердім уже. Ол кредитке төлейтін ақшам еді. Айдос Саматович, это что за безобразие? Я уже 3 раза в день, каждый день вам звоню. Уже целая неделя прошла. Соны күлтпеш бауырым, жоқ кішкім, телефонды алмай ешқайсы. 180 там сохли, суп. Первое правило. Клиент всегда будет утверждать, что у него нет денег. Ойбай, ондай ақша менде жоқ. Разговаривая с вами по 13-му айфону. Второе правило. Ты не должен жалеть клиента, потому что клиент в первую очередь объект, который приносит тебе деньги. Ну и самое главное, клиент должен искренне поверить тебе, что ты, Джаным Сол, ему помогаешь. Кельвер. Запомнили? Ну так за работу. За работу, бля! Жұмыстандыры! Жұмыстандыры давайте! Миллионерлерім! Давайте, тігіндер! Аямандар! Жаным. Кән, мамаға көмектесе ғой. Мынаны алып жүр. Мама, мен сізді жақсы көрем, білесіз ғой, я? Әрине білем. Жоқ, мама, бүгін температура болмады. Еремет екен. Онда бар ғой, сен мынаны ал да тыныш отыра ғой. Мен қазір тез тамақ істеп жіберем, я? Қазір айтпақшы. Қазір, қызым, қазір. Ало? Лаура Төлегенова ма екен? Жоқ, мен Айнұрмын. Мамам қазір бос емес. А сенің папаң қайда? Папам тымай. Аха, жарайды. Айнұр, давай былай істейік. Қазір сенің мамаңа керемет сюрприз жасаймыз. Жарай ма? Қазір сен телефонды мамаңа барып бересің, келістік қой, а? Да. Мама, сізге... Алло? Лаура Төлегенова, сәлеметсіз бе? Сізге қазақша ыңғайлы ма, орысша ма? Сәлеметсіз ба? Қазақша? Бұл кім екен? Менің есімім Мансұр Болатович. Сізге болашақ үй компаниясынан хабарласып отырмын. Сізге айтатын қуанышты жаңалығымыз бар. Лаура Төлегенова, естіп отырсыз ба? Иә. Оңтүстік Астанамыз, шырайлы Алматы қаламыздан. Сізге 2 бөлмелі пәтердің ресми құжатын ұсынып отырмыз, ханым. Құттықтаймын сізді! Түсінбедім, не дейсіз? Лаура ханым, сіз мені естімей жатырсыз ғой деймін. Біз жалғызбасты аналарға көмек ретінде Алматы қаласындағы 2 бөлмелі пәтерге мүмкіншілік беріп жатырмыз. Ипотекаға ма? Абсолютно тегін, ханым, бірақ сізге қойылатын дәл қазір 2 ғана сұрағым бар. Соған жауап берсеңіз, бәрі дұрыс болады. Сіз жалғызбасты анасыз ғой, Иә. Ал сіз
Алматы қаласындағы 2 бөлмелі пәтердің иегері атанғыңыз келе ме? Кім атанғысы келмейді? Бәрекелді, Лаура ханым, енді сізге қысқаша ғана пәтерің жайында түсіндіріп өтейін. Қараңыз, Лаура ханым. Жатын бөлмеңіздің терезесі шығысқа қарап тұр. Өзіңіз елестетіңізші. Таңертең ұйқыдан тұрасыз. Терезені ашып жібересіз. Тау, көк аспан керемет көрініс емес пе, Лаура ханым? Үй 73 квадрат метр, үлкен ас үй. Санузел отдельно. Евроремонт. Лаура ханым, тыңдап отырсыз ғой, иә? Полында белорусский ламинатқа дейін төселіп тұр. Тек қана сізді күтіп отыр, Лаура ханым. Сонда не істеу керек? Лаура ханым, енді бұл пәтер сіздікі болатынына мен 100% кепілдік бере алмаймын. Себебі мен мошенник емеспін, Лаура ханым. Бірақ, Лаура ханым, бірақ біздің компания сізге 97% мүмкіндік беріп отыр. Естіп отырсыз ба? Градусты қоя қойшы. Тыңдаңызшы. Аха. Құдай әр адамға өмірінде жарқын бір мүмкіншілік береді дейді, ханым. Ал біз ешкімге сенбесек, бұл мүмкіншілік екенін қайдан білеміз? Бәлкім, осы күнге дейін істеген еңбегіңіздің жемісі шығар, Лаура ханым. Ханым, Алла тағала берем десе, бір-ақ минутта бере салады. Мүмкін сізге мені жіберіп отырған шығар. Сонда қанша төлеу керек? 933.862 теңге ғана, бұл застройщиктің комиссиясы, Лаура ханым, төлеу керек болады. Ойбай, ондай ақша менде жоқ. Екіншіде мен тапқанның өзінде де өтпей қалсамшы? Лаура ханым, жоқ, асықпаңыз, тұра тұрыңыз, Лаура ханым, тыңдаңыз. Рандом аппараттың ішіндегі 97% мүмкіндік сіздікі. Ал қалған адамдар сізден сұрап отырған сумманы 15 минуттың ішінде тауып төлеп отыр. Хотя ол адамдар бұл ұтыс ойынына жеңілдіксіз. Сізден 10 есе көп ақша қойып отыр, түсінесіз бе? Ал сіз груб айтқанда 940 мың теңгені табуға қиналып отырсыз. Лаура ханым, өзіңіз ойланып қараңыз. Біз бұл өмірде бәріміз уақытшамыз. Ертеңгі күні кем дегенде бала-шағаңыздың қара шаңырағын құрып кетесіз. Бұл балаларыңыздың несібесі шығар, Лаура ханым. Әкеле қойшы. Градусын. Алло. Иә? Сіздің есіміңіз кім еді? Мансур Болатович. Аха, балам, мен саған ертең хабарласам. Хорошо, ханым. Ертең мен өзім хабарласатын болам, жарай ма? Сау болыңыз, Лаура ханым. Менің командам. Моя команда. Вы знаете, мы кто? Мы не люди. Мы кто? Я не слышу, мать вашу, мы кто? Мы не просто волки! Мы волки продаж! Наша компания «Болашак Үй» подарила 15 клиентам несуществующих квартир! И за 8 часов мы сделали 49 миллионов, не доллар, деньги! Мансурчик, Жаным Сол. Эй, 9 миллионов, конечно, это круто. Ну, давай ты эту сумму округлишь. Хорошо? Хорошо, вас. Эй, красавелла! А теперь минутку день, а вы работаете. Давайте, поехали! Давай на работу!
Қараңыз, біз 2 ай бойы температурасын түсіріп келеміз. Өзіңізге айтқандай, бүйрегін ауыстыруымыз керек. Әрине аз ақша емес. Қанша? Түсінем. Сізге әбден көмектескім келіп еді. Бізге келесі айға дейін ақшаны табу керек. 14 күн уақыт бар. Табам. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Алло, Лаура ханым. Бұл мен ғой, Мансұр Болатович. Кеше болашақ үйіңіз жайында хабарласып едім ғой. Иә, аха. Балам ренжімеші. Кеше сенімен сөйлесіп жатқанда қызым қатты ауырып қалды. Не болды ханым? Тыныштық ба? Кешегі телефон көтерген үйдің ерке қызым ауырып қалды? Иә. Сол пәтер жайлы айтайын дегенім, мен ренжіме, мен ондай ақшаны таба алмаймын. Қызымның операциясына да врачтар үлкен қаражат сұрап жатыр. Лаура ханым, сабыр етіңіз. Қанша ақша сұрап жатыр? 10 миллион теңге. Лаура ханым, не болды сізге? Уайымдамаңыз, шешілетін не ғой? 10 миллион ба керегі? Лаура ханым, тыңдаңызшы. Кешегі сіздің 97% мүмкіндігіңіз әлі де сақталып тұр. Мен сізге бір құпия ақпарат айтайын. Лаура ханым, мына сіздің болашақ пәтеріңіздің құны 25-30 миллион теңгені құрайды. Алла қаласа пәтер иесі атанған кезде оны сатып қызыңызға операция істей аласыз. Ал қалған ақшасына бір бөлмелі пәтер ала аласыз. Ничего страшного, Лаура ханым. Ең бастысы денсаулық пен бас аман болсын, Лаура ханым. Иә, Лаура ханым, сізді түсінем. Сіз қазір қиын жағдайдасыз. Сынақтан өтіп жатсыз, түсінем, Лаура ханым. Лаура ханым, менен бір көмек болсын. Жарай ма? Давайте былай істейік. 40 минуттың ішінде маған 500 мың теңгені жіберсеңіз, мен бастыққа кіріп, сіздің документацияңызды қорғайтын болам. Жарай ма? Келістік қой, а? Жарайды, балам. Мен табуға тырысып көрем. Мені подводить етпеңіз, Лаура ханым. Табам. Алло, Лаура ханым? Мансұр, сен ба? Иә, ханым, ақша жағы не болды екен? Таптым. Бәрі келді, Лаура ханым. Енді қай счетқа жіберем, әлде өзің келіп алып кетесің ба? Жоқ, қазір линияда болыңыз. Сізге смс сообщение келеді. Бірге отырып төлейтін боламыз. Жарайды, келді. Осы счетқа жіберем, не? Иә, дәл солай, Лаура ханым. Қазір. Жібердім. Иә, Лаура ханым. Түсті. Жоқ, Лаура ханым, қазір күте тұрыңыз. Мен қазір бастыққа кіріп, сіздің құжатыңызды қорғайтын болам, жарай ма? Линияда болыңыз. Жарайды.
Алло, Лаура ханым, осындасыз ба? Тыңдаңыз, сізге екі жаңалығым бар. Жақсы және жаман, қайсынан бастайын? Әрине жақсынан. Не болды, айт? Сіздің историяңыз бастыққа ұнады. Сізді қолдап отыр. Бірақ қалған сумманы тездетіп жіберсін деп жатыр. Лаура ханым, мен қолымнан келгеннің барлығын істедім. Енді бүгін кеш болып кетті. Сағат ертең 11-ге дейін таба алады деп айттым, Лаура ханым. Сіз таба аласыз ғой, Көз алдымда мәңгі үміттенің зираты күнді керек сыйлату менің жоғалтарым жоқ тәуекелден тиятын жоспарларды қирату ақылдым ол ұятын әңгімеңді көтіңе тықып білгенде жиянды басып пен миллионды езулерін жиятыр мынды майысады мүйіздер исына театр өнерім опиятын жерден бірден қиятын менің жоғалтарым жоқ бәч қайра сияты бала соң өнім асың онда серт бермей әр әңгіме ертеңге есептелген үрлегенім бар қарсы сенің жеріңе мам жүрегенде үйдім былай деді бала байып